Саламатсыздар ма? Мен Зиянур Жамал Кадырбаевна, врач, 42 жыл стажым, анестезиолог-реаниматолог. Кім жер шарын аралап, өзінің кінәратына, ауруына ем таба алмай, кірмеген жері жоқ, бармаған дәрігері жоқ болып отырса, міне ем. Бірде-бір ем. Бұны Алла тағала бізге жіберіп отыр. Сондықтан да осыны пайдаланыңыздар. Осыны күнделікті қарап, не екенін біліп емделіңіздер. Бұның қасиеті бүкіл денені бірден емдеп, бүкіл денеге бірден диагноз беріп, қаныңызды сұйылтып, қанның құрамындағы керексіз радикалдарды жойып, клеткаға кіреді. Сіздер білесіздер ғой, біз кішкентай көзге көрінбейтін клеткадан тұрамыз. Сол клеткалардың ішіне бірден кіріп, шет жақтан бастап, ортаға дейін келіп, тазартып, әрбір органды өзінің қалпына келдіріп жатыр. Бұл дүние жүзінде 5-ші хакинг ең жаңа тәсіл. Бұны жапон ғалымдар ойлап шығарды. Бұның ішінде өте натуральный, 100% натуральный продукт. Ашытып судың құрамы, магниевый малат күнделікті бізге керек. Бұл асқазанға түсе салыменен капсуласы жарылып, ешқайда жоғалмай, 100% организмға көмегін береді. Адамдар 2-3 күннің ішінде кереметтей күшті результат алып жатыр. Емделіңіздер. Бұл неге бұны айтып жанталасып отырмыз? Біздің халықтар қараңыздар, қалай ұсақталып бара жатыр, балалар қалай ауырып бара жатыр. Біздің жасымыз 120-140-қа келу керек. Біз әрең дегенде 60-қа кеп, 70-ке кеп, қиқан етіп қаламыз. Балаларға масыл болмайын десеңдер, ертең жатып қалмайын десеңдер, алжып қалмайын десеңіздер, аяқтарыңды сүйретіп, таяққа сүйеніп қалмайын десеңіздер, осы емді алыңыздар. Бүкіл дүние жүзі ішіп отыр. Америкадан бастап, Корея, Түркия, бүкіл СНГ, Германияда алмаған халық жоқ. Кереметтей дәрілері бар, Индия алып жатыр. Кереметтей дәрілері бар, Болгария, бүкіл Россияның алмаған түкпірі жоқ. Сондықтан да Қазақстан, қалмаңыздар, қазақ халқы. Өзіміз азғанамыз. Ауру бала тауып, ертең магний жетпей, судорога, аяқтарыңызды жерге баса алмай, жүректеріңіз ауырып, инсульт болып қалмас үшін осыны алыңыздар. Бұл барлығына профилактика жасайды. Инсульттан, инфаркттан сақтайды, алжудан сақтайды. Барлық жағдайда көмегі бар. Простатит дейсің бе, бүйрек дейсің бе, бауыр дейсің бе,